18 жыл бітірген мектеп түлектері бүгін 20 жыл бұрынғы маршрутпенен мектепке бара жатырмын. Мектеп мұғалімдерімен кездесем, ағаш егетін орындарды анықтаймыз қазір. Мынау дәл бұрынғы біздің мектепке баратын жолымыз. Қарап, төңіректі түсіріп жібереді. Қараторғайларды көріп кетіп барады. Жермен бармаңдар, былай барыңдар. Қай жақпен? Ауыстар естіліп тұр ма төңіректен? Үйде ағаштың басында қараторғайлар түсіп жібереді. Тікелей эфир жасаймыз сіздерге. Былай қарай жүрейік деп мектепке қарай баратын жолды көрсетейік. Жүре беріңіз. Былай қарай түсірші, мына жақты түсірші. Сәбит ағайдың үйі. Мынау Сәбит ағай тұрады, кезіндегі Хангереев Алмагүлдің үйі. Мына жақты түсір, мына жақта Баубекова Айнұрдың үйі, бірақ олар қазір жоқ, олар босатпаған. Мынау құдық кезіндегі. Бүкіл біздің кластастар мектепте үлкен үзіліс кезінде шығып, су ішуге жүгіріп келетін құдық осы. Менің үйден келетін жолым осы жерден мектепке тіке түсетін едім. Бірінші таңертең ертемен тұрып мал жайлап жейміз. Мал жайлап жап болған соң киімімізді ауыстырып, мына жақтан тіке түсем. Сонда келе жатқан кезде мына ана жерден бастағанда мына кішкентай пасенкілер бар. Осы пасенкілердің 13-ші тұсына келген кезде мен тас жататын. Ол кезде мына жерде құлбырайдай болып үйіліп тұрған жоқ. Осы тас жататын. Осы тастан басам да, мынадан бір басып секіріп кететін едім ары қарай.
қуаныш. 20 жылға сәйкес деп айтып сонымен қатар енді біздің төл жұмысы бір жағынан атқарып жатқанымыз бұл енді туған жерінен бастап біздің мектебімізге деген үлкен құрметі деп түсініп жатырмыз. Сондықтан алғысымыз шексіз. Менің әріптестерімнің бүгінгі бағдарламаға сәйкес алары көп болды деп есептеймін. Ең соңғы мынау біздің білім беру жүйесіндегі, білім беру үрдісіндегі жақсы жаңалықтармен таныс болдық. Кейбір түсінбей жатқан тұстар болса әлі де сұрай жатсыздар деп ойлаймын. Бұл енді мына жұмыс игілікті шара жалғасын тапсын деген керек. Қолымыздан келіп жүйелі түрде айналдыруға болады. Аудан көлемінде басталды. Енді ауылдың ішіне жиі-жиі бір сапармен келіп тұрамыз ғой. 20 жылдар аясында жиі-жиі келіп, сол кездерде жаңағы сұранысқа орай жалғастырып отырған болады. Бұл тек бастамасы болсын, әрі қарай жалғасын тапсын. Еңбегіңе шығармашылық табыс тілеймін дейміз. Деніңе саулық болсын, басыңа аман болсын. Жаңағы табыстан табысқа кете бер. Аяқтала келе, мынау өзіміздің шәкіртіміз Елдос Нәбиоллаұлына көп-көп рахметімізді айтамыз. Жаңағы нұрларыңыз айтқандай, білім саласындағы жаңа ақпараттармен таныстырып, өзіміздің терең білмей жүрген мәліметтерімізбен қарыманып сізден мол сабақ алғанымызға өте ризамыз. Туған жер, туған ел деп жүрегі соғатын сіздей азамат көбейе берсін. Рахмет, еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Әрдайым тек осындай жақсы қатынаста болады. Ат басын бұрып ауылға жиілеп сапар құрыңыз. Өрлеуде белді тұлға боп көш басында ой тұрыңыз. Ауылың алтын бесігін ұмытпай сақтап есіңде. Еңбекте табыс молайып, мықты болып білім көшінде. Өрлеудің бастамасымен педагог кәсіби өсуге сіз бастаған жігіттер әрдайым елден есінде.